90 жылдардың басында адам өліміне ешкім таңданбайтын. Бұрынғы Совет одағы елдеріне қарағанда Алматы бір шама тыныш қала болатын. Адам өлімі де, қылмыстар да жиі болып тұратын. Казгу университетінде болған бұл сұмдық жағдай Алматыны дүр сілкіндірді. Бүкіл қылмыс тарихындағы ең сұмдықтардың бірі болып қалды. Сіздермен бірге мен Жұмабек, Бейне YouTube арнасына қош келдіңіздер. Арнамыз мың оқырманға жетуге сәл-ақ қана қалды. Барлығымыз арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпайық. Қазақша контентті бірге дамытайық. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің студенттерінің өлімі қала халқы былай тұрсын, милиционерлердің өзін тік тұрғызды. Универ жағалаған маньяктың алғашқы құрбандығы 1992 жылы Әлия есімді бойжеткен болды. Оның қарға көмілген денесін Казгу аймағында ойнап жүрген балалар тауып алды. Бүлдіршіндердің шыңғырған даусынан жеткен ересектер қылмыс орнын көрген кезде төбе шаштары тік тұрады. Оқиға орнына жеткен жедел топ пен криминалистер сұмдық картинаны көрген. 20-25 жастағы бойжеткеннің көзі ашық жатыр. Киімдерінің дал-дұлы шыққан. Құлақ түбіне дейін орылған жарадан сорғалап аққан қан әппақ қарды қызыл түске бояған. Тәжірибелі мамандар қызды өлтірмес бұрын зорланғанын бірден байқады. Өлі денені көміп үлгермегеніне қарағанда әлденеден сескенген сияқты. Қанішердің қолынан қаза тапқан Әлия Казгу университетіндегі тарих факультетінің студент болып шықты. Ол қалашықтағы жатақханалардың бірінде тұратын. Сараптама жасаған мамандар өлі денеде қалған аталық ұрықты зерттеп, маньяктың қаны 3-ші топ деген қорытынды жасайды. Ол кезде қате сараптаманың кесірінен бірнеше қыз ажал құшатынын кім білген. Жедел топ ең бірінші қыздың жігітіне күдіктенген. Әлия мен Талғат сол күні кездескен, бірақ араларында ешқандай жанжал болмаған. Екеуі тіпті үйленбекке сөз байласып жүрген көрінеді. Сонда да Талғаттың қан тексергенде оның қан түбі мүлдем бөлек болып шығады, және де оны босатуға тура келген. Милиция түрлі болжамдар қарастырып жатқан уақытта Казгудың тағы бір студенті бірінші курс оқитын Мадина із-түзсіз жоғалып кетеді. Оқиға желісі де ұқсас. Жатақханаға кештетіп қайтқан қызды қараңғы бұрышта маньяк күтіп алған. Милиция қалашықты толық тексеріп шыққанымен ештеңе таба алмайды. Сол кезде ғана қалашықтың маңынан қанқойлық қылмыскердің әрекет етіп жүргені белгілі болған. Маньякты ұстау үшін Алматының ең тәжірибелі тергеушілері мен оперлері жұмылдырылды. Бұл топты осыған дейін де аса ауыр қылмыстарды ашқан милиция полковнигі Ғабдырахим Меңдешев басқарды. Тексеру қайнап жатқан кезде участок қызметкерлерінің біріне хабар түсті. Ол күдіктеген түр сылпаты келетін бір адамды көрсетті. Әл-Фараби даңғылынан төмен Весновканың жағасында тұрады екен. Үйленбеген, еш жерде жұмыс істемейді. Әпкесімен және шешесімен бірге тұрады. Қызметкерлер оны ұстап, қан тоғын тексеруге жібереді. Күдіктінің қаны 2-ші топта. Ал сараптамада қылмыскердің қаны 3-ші топ деп көрсетілген. Күдіктіні босатуға тура келді. Бірақ күдікті 2 күннен кейін қайта оралады. Іздестіру жұмыстарын қалай өтіп жатқанын сұрайды. Сұрағына жауап алған күдікті мен қайта ораламын деп кетіп қалады. Ол сөзінде тұрып, қайта келіп, подъездінен жағымсыз иіс шығып жатқанын айтады. Жедел уәкілдер барып тексеріп, ештеңе таппайды. Осы аралықта қанішер жатақханаларының маңынан тағы бір қызды өлтіреді. Қолтаңба сол баяғы. Алдымен зорланған, одан соң бауыздалған. Бұл оның 3-ші құрбаны еді. Милиция қызметкерлерінің жүйкелері әбден тозды. Ал маньяк болса, кінәсіз жандарды өлтіріп жүр. Жедел іздестіру қызметкерлері қаланы тік тұрғызды. Алматының бүкіл қылмыс әлемін ақтарғанмен еш нәтиже жоқ. Осы аралықта маньякты ұстауға кездейсоқ бір оқиға көмектесті. Казгудағы Весновканың жағасында қыдырып жүрген қыз бен жігітке бойшаң біреу шабуыл жасап, жігітке пышақ салады. Сөйтеді де қызға шешінуді бұйырады. Алайда жақын маңнан өтіп бара жатқан адамдар байқап қалып, қашып кеткен. Бақытына қарай жігіт аман қалып, қыз күдіктіні суреттеп берген. Осы кезде ғана табылмай жүрген қанішер әлгі милиция учаскесіне келіп жүрген Сергей Манчиков болып шықты. Сәбірленуші қыз Сергей Манчиковпен жүздескенде оны бірден таныды. Манчиков мойындаған жоқ.
Бірақ сараптаманы Мәскеуде қайта жүргізгеннен кейін күдіктінің қаны үшінші емес, екінші топта екені анықталған. Демек күдікті Сергей Манжиков. Сергей Манжиков Мәскеуден келген сараптаманы көргеннен кейін ғана өз жасаған қылмысын мойындаған. Сараптамаға ұзақ қарап отырып, бәрін баяндап берген. Тіпті әңгімесінің тұсында өкінбейтінін де жеткізген. Ол қалашықтағы жатақханалардың қараңғы тұсында кеш қайтқан қыздарды аңдып жатады екен. Маньяк мұны тіпті жұмысым деп айтқан. Құрбандарынан алған әшекей бұйымдарды сүйген қызы мен әпкесіне сыйлап отырған. Ол тіпті ашылып кетіп, өлтірген құрбандардың саны 3 емес, одан да көп екенін тергеушілерге мойындап қойған. Жоғалып кеткен Мадина туралы да айтқан. Қызды қараңғы бұрыштан күтіп алып, бірден өлтірмей, өзінің тұратын үйінің подъезіне әкеліп, сол жерде бауыздап, көміп тастаған. Милицияның ізіне түскенін білген Сергей қатты қорқып кетіп, өзіне күдік аудартпау үшін подъезінен жағымсыз иіс бар деп өтірік айтқан. Тергеу барысында Манжиков өз ісіне өкінбейтінін жеткізген. Ол тек қыздарды зорлап қана қоймай, денелерін бөлшектеп тастаған. Тергеу соңында Сергей өзін ақыл-есі ауысқан адам сияқты көрсетпек болған. Бірақ сот сараптамасы оның дені сау екенін дәлелдеген. Сот барысында Сергейді тізерлеп отырып кешірім сұраған. Өзінің өмірін аман алып қалуға тырысқан. Бірақ сот оған ату жазасын кескен. Менің ойымша, қаншама кінәсіз адамдардың өмірін қиған мұндай маньякқа ату жазасы берілген дұрыс деп ойлаймын. Өз пікіріңізді төменге қалдыра кетіңіз. Достар, қазақша YouTube арнасының дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Аман болайық.